Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен және кіші қыздары Дариға мен Алия арасындағы қырғи-қабақ соғыс аяқталатын түрі жоқ. Назарбаев Олимптен тайылғаннан кейін әулет үлкендері Дариға мен Алияны татуластырғысы келген. Себебі Назарбаевтың отбасы ішіндегі кикілжің қазіргі жаңа Қазақстан жағдайында оларға мүлде қажет емес. Алайда сіңлілердің бір-біріне деген өкпесі тым ауыр сияқты, дейді жағдаймен жақсы таныс Дала Инсайт дерек көзі. Олардың жанжалы Дариға Назарбаеваның ұлы Айсұлтанның есірткіге тәуелді болуынан басталған еді. Анасынан қашып кеткен Айсұлтанды Алия өз қамқорлығына алады. Артынан Дариға баласын алып келуге келгенде, Алия оның баланың психикасын бұзды деп айыптаған. Сол кезде Назарбаевтың үлкен қызы әулетке есірткіні алып келген сенсің деп кіші сіңілісіне жұдырық жұмсаған деген ақпарат бар. Артынан Дариғаның роб операторына шабуылы басталды. Әуе баста өзінің қол астындағы істеген Санжар Боқаевты роб деп утиль алымға қарсы қойған